Мейір махаббат. Бір жас жігіт қарт ата-әженің үйінде қонақта болыпты. 85 жастағы ата кемпірінен бір кесе су сұрап, "Гүлім, бір кесе су алып келесің бе?" деді. Сәлден соң, "Ардақтым, шай құйып берші." Ізінше, "Сұлуым, сені шаршатып қоймадым ба? Өтініш, шайыме қант салып берсең", деп мәміле жасайды екен. Қонақ жігіт болса, атаның кемпіріне жасаған мәмілесінде қолданған мейір махаббатқа толы еркелетуші сөздерден әсерленіп, атаны сұрақ қалды. "Атау, шаңырақ құрғандарыңызға қанша уақыт болды?" "60 жылға жуық болды, балам", деп күлімсіреді ата. "Өзара мейір махаббатыңызбен мәмілелеріңізден көңілім қош болды", деді жігіт. Әжеге "Гүлім, ардақтым, сұлуым", деп мәміле жасайды екенсіз. Әжетайдың екі жүзі қызарып кетіп, "Иә, атаң бірнеше жылдан бері осындай сөздермен мәміле жасайды", деді де әже асхана тарапқа бет алды. Сол сәтте ата әлгі жігітке сыбырлап, "Өзі естіп қалмасын, балам. 2 жыл болды, әжеңнің атын ұмытып қалғанмын. Әлі де есіме түсіре алмай жүрмін", депті. Жазба Facebook парақшасынан алынған. Оқыған Қуаныш Толыбекұлы.